Бәріңізге сәлем. Сіздермен казахский тигр. Ал фильм атау «Скверная монахиня». Біз бастаймыз. Алдарыңызда талантты әнші Джейсон церковь мектебіне оқуға келеді. Джейсонымыз мынау сестра София, мынау сестра Ребекка жанындағы. Осы оқушының мұғалім болады. София масқара ұнатып қалады мынау жігітті. Ән тыңдап отырады. София естіп қалады. Сен күшті айтасың, сен кереметсің, сен менің ойымдағы баласың дейді. Сосын Сара екеуінің сүйісіп отқанын көріп ішіне сыймай басқа партаға отырғызып тастайды мынау қызды. Нервісі ауырып көтере алмай. Сосын Сарамен кездесем деген ой бар Джейсонның. Мынау Зои деген сестрасы айтады, қайтейін деп ең оны деп. Сосын Джейсонға сәлем қалайсың? Менің комнатама кек бітші деп айтады. Сүйісіп отқанын көріп ішіне тарылып сыймай жарылып анау қызға тиіседі Сараға. Не сұмдық істеп жатсың сен, кет мына жерден деп. Есігін әдейі ашық қылдырады, өзі шешін фигурасын көрсетіп Джейсон көріп қалады. Оны ұмыта алмай Джейсон басынан кетпейді анау София. Софиясын көріп қалады жігітті. София үйінде ән айтып отырады. Әкесі айтады, сен мұны тастасашы, немене ән бұл? Өмірінде болмайды ғой бұндай зат деген. Сосын София аңдып отқанда байқамай аяқпен түртіп қалады. Оны көріп қалған Джейсон мамасының сообщениесіне сергіп қалады. Сосын мынау мұғалім София әдейі жаңағы Сараның комнатасына кіріп наркотик сақып қояды. Сосын кітапшасына мынау не сұмдық деп өтірік білмегенсіп сыр астынан мынау байқап қояды. Сосын мектептен кетеді жаңағы наркотик ұстаған үшін. Сосын жаңағы отец ұстап алады арақпен. Сосын София құтқарып алады. Джейсон ішкен жоқ, оны ешкім ол байқамай кетіп қалған шығар деп. Джейсон бұл мектепке былай келген екен, нағыз нені өлтіреді, өзі монашканың киімін алып кіріп кетеді. София деген сұмдық қыз әдейі неше түр жасап ана жігіттің ойын кетіре бастайды. Сосын комнатасына кіріп камера қойып қойып, екеуі төсектес болады, шыдай алмай кетеді. Сосын Зоя айтады, сіз не істеп жүрсіз менің ағамның бөлмесінде? Не қыл деп жүрсіз деп. Сосын София қарап тұр. Әдейі сенің бағаларың жаман, осылай деп әдейі подставлять үшін ответтарды қалдырып кетеді Зояны шығару үшін. Сосын Зоя айтады, бұл жақсы қыз дейді, сестра Ребекка, мен бұл жолға кешірем дейді. Сосын мынау церковьға барып өзінің қателіктерін айтып жатқанда София екен анау кіріп қалады, екеуі қайтадан төсектес болады. Отец келеді мынау. Сосын айтады, жаңағы София деген жақсы мұғалім дейді. Оны естіп қалған София қаша жөнеледі. Біліп қояды ғой білетін. Сосын басқа жаққа кетіп қалады, тусовкаға ана жігіт Джейсон Сарамен қайтадан сүйіседі. София есіне түсіп ол кетіп қалады. Оны қыдырып жүргенде полицейский ұстайды. София айтады, ол мен деп. Сосын Софияның қандай умысыл жасағанын біліп, Джейсон айтады, біз сенімен бірге болмаймыз, мен сенімен болмаймын деп әкесі іздеп жүріп, Джейсонды тауып алады. Мен саған тиіскенім кешір, қате деп. Софияны көріп тұрмын жылап тұрған. Зоя оның машинасын көріп қалады, машинасының нөмірін іздеп дейді, кім екен деп. Қараса ол София Уайт деген жаңағы Софияның машинасы екен. София өтірік дәрі ішкенсіп, құлақ бағансып болады да, Джейсон сүйіп оны құтқарып аламын деп ойлайды. Сарын қайтадан мектепке кіргізеді, өйткені оны әкесі спонсировать етеді екен жаңағы церковьті. Сосын жаңағы әдейі Софияның көрінше Сарамен сүйіскендей болып, қосылғандай болып анау есадан әйел шашын жындандырады. Ол душқа кіріп келіп ананы өлтіріп кетеді, өтірік тайып біткендей сабынға, сондай подстраивать етіп жүреді. Сосын айтады, сен ғой дейді. Ол айтпайды, жоқ дейді. Сосын ужинда отқанда жаңағы София келіп қалады. София келіп қалғанын көріп, Софияның не істейді, әңгімесін айтып қояды. Зояға шындықты айтады, осындай жағдай болды, мен Софиямен бірге болдым деп. Үйіне кіріп аңдиды, есікті ашып. София шындығын біліп қояды, Ребекка София емес екенін. Сосын фотосы, міне нағыз София. Оны білген жынданып анау Ребекканы ұра түседі. Сосын жаңағы жігіттер айтады, міне шындықтың бәрі осында дейді. Екеуі тұстасып төбелесе кетеді. Соны ұрайын деп жатқанда жаңағы Джейсон тығып алады отвертканы. Сонымен аяқталады. Сіздермен болған казахский тигр. Менің каналыма жазылыңыздар. Жақсы.